Сәлем баршаңызға, сіздерге оңай жасалатын рецептпен бөлісетін боламын. Ыдысымызға 1 қасық дрожж, 1 қасық қант және 200 грамм жылы сүтімізді құйып, 4 қасық сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Әбден араласқаннан кейін үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Егерде қамырыңыз жұмсақ болса, үстіне тағы да ұн салып, кәдімгі қамыр болғанша қолымызға жабыспайтындай етіп илеп шығамыз. Осындай қамыр болу керек. Бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге шұжық, яғни колбасаны осылай түртпіштілеп турап аламыз. Шұжықтан кейін біз болгар бұрышын турадық. Ол видеоға түспей қалды. Сол себептен болгар бұрышын түртпіштілеп турайсыздар. Одан кейін бізге зәйтін, мен консервідегі зәйтінді пайдаландым. Осылай екіге бөліп шығамыз. Одан кейін қызанағымызды, немесе черри қызанағын пайдалануға болады. Менде ол болмады, сол себепті қызанақтың өзін пайдаландым. Одан кейін сырымызды осылай түртпішті қылдырып турап, бәрін бір ыдысқа салып қоямыз. Жаңағы тестіміз көтеріліп, оны кішкене ұн сеуіп, қолымызға кішкентай бөліктерден бөліп шығып, домалақтап қоямыз. Тестіміздің бәрін бөліп шыққаннан кейін, осындай ыдысымызға сүтті және кунжутты салып, осылай бірінші сүтке қамырымызды батырып, одан кейін кунжутқа батырамыз. Сосын противенімізге қойып, бәрін сөйтіп шығамыз. Бәрін противенге салғаннан кейін, осылай ыдысты тестінің үстіне басып шығамыз, ортасына. Одан кейін тестіміз ортасы пісу үшін осылай вилканың көмегімен тесіп шығу керек бәрін. Тестіміздің үстіне сочный болу үшін осылай кетчугімізді кішкене тамызып шықтық. Жаңағы начинкаларымызды кезекпен-кезек салып отырамыз. Бірінші шұжығымызды, одан кейін болгар бұрышын және сырымызды, зәйтүнді және қызанақты бәрін салып шығамыз. «180 градуста 20 минут пісіріп шығамыз. Осындай қызарып, әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.